54-ші есепті шығарайық. Берілген теңсіздікті тура теңсіздікке айналдыратын ең кіші бүтін санды табыңдар дейді. Біріншісі берілгені x қосылған 1-дің квадраты көбейтілген x минус 4. Бұл жерде мынау екі көбейткіштің әрқайсысын 0-ге теңестіріп аламыз. Яғни x қосылған 1 тең 0, x тең, плюс 1-ді оң жаққа аударамыз, сол кезде минус 1 болады. Келесі көбейткішті 0-ге теңестіреміз. X минус 4 тең 0, x тең, оң жаққа аударамыз, плюс 4 аударылады. Енді координата осыны сызып белгілейміз. Мына екі нүктені минус 1 және 4, мындай 3 аралық шығады бізде. Енді мына жердегі аралықтардың оң терісін анықтауымыз керек. Яғни минус 1-дің мынау аралықта минус 1-дің алдында минус 2 деген сан бар. Орнына қойып көрейік. Минус 2 қосылған 1-дің квадраты көбейтілген минус 2, x орнына минус 2-ні қоямыз. Азайтылған 4 тең минус 2 плюс 1 минус 1 болады. Минус 1-дің квадраты 1 болады. Көбейтілген. Келесі жақша бізде минус 6 болады. Бұл жерде минус 6 шығады. Яғни мынау аралық бізде минус аралық болады. Таңбасы минус болады. Мына жерде мынау екінші аралықта бізде ортасында мысалы 1 деген сан бар. Соны аламыз. X орнына 1-ді қоямыз. 1 қосылған 1-дің квадраты көбейтілген 1 азайтылған 4 тең 1-ге 1-ді қоссақ 2, 2-ның квадраты 4 көбейтілген 1-ден 4 алсақ минус 3 көбейтсек минус 12 болады. Яғни мынау екінші аралығымызда бізде минус болады. Келесі үшінші аралықта мысалы бізде мына жерде 4-тен кейін 5 деген сан бар. Мына жерде мысалы бізде 5 деген сан бар. Осы 5 деген санды x орнына қоямыз. 5 қосылған 1 квадраты көбейтілген 5 минус 4. Мына жерде 6 болады. 6-ның квадраты 36 болады. Мына жерде 5-тен 4 алсақ 1 қалады. Көбейтсек 1-ге 36 болады. Яғни оң таңба шықты. Демек, мынау бізде оң аралық. Бізде теңсіздіктің негізі шешімі оң аралық 0-ден үлкен десе, мына оң аралықты қабылдаймыз. Яғни 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықты қабылдаймыз. Енді осы жерде ең кіші бүтін сан десек, 4-тен кейін бізде 4 кірмейді, іші боялмаған. Сондықтан 4-тен кейінгі 5 саны кіреді. Яғни жауабы бұл жерде ең кіші бүтін сан, ол бізде 5-ге тең болады. Жалпы бүтін сандар дегеніміз, ол бізде координата осінде 0-ден бастап 0-дің оң жағындағы барлық сандар, бүтін сандар 1, 2, 3 деп кете беретін. Бөлшек сандар кірмейді, тек бүтін сандар береді. Минус 1, минус 2, минус 3 деп кете береді. Міне осы жерде мысалы мынау аралықта 4-тен кейінгі бүтін сан, ол бізде ең кішісі 5 болып тұр. Сондықтан жауабы 5 болады. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде берілгені x қосылған 2 көбейтілген x минус 3 квадраты үлкен немесе тең 0-ден дейді. Әрқайсысын көбейткіштер болғандықтан әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. Яғни x қосылған 2 тең 0-ге, x тең минус 2-ге, мына жерде x минус 3 тең 0-ге, x тең 3-ге. Осы жерде координата осыны сызамыз. 2 нүктеміз анықталды, минус 2 және 3 деген. Бұл жерде бізде осындай аралыққа бөлінеді, 3 аралыққа. 3 аралықтың арасындағы таңбаларын анықтаймыз. Минус 2-ның алдында бізде минус 3 деген бар. X орнына минус 3-ті қойып шығайық. Минус 3 қосылған 2, бірінші жақшамыз.
көбейту минус 3 квадраты тең. Бірінші жақшадан бізде минус 1 шығады. Көбейтілген екінші жақшадан оң таңба шығады. Минус 3 ол минус 6 болады. Минус 6-ның квадраты 36 болады. Яғни 36-ны минус 1-ге көбейтсек, минус 36. Сонда мына минус 3 жақта тұрған аралық бізде минус таңба шықты. Келесі минус 2 мен 3-дің арасында бізде 1 деген сан бар. X-ның орнына 1-ді қоямыз. 1 қосылған 2 көбейтілген 1 азайтылған 3 квадраты. 1-ге 2-ні қоссақ 3 көбейтілген 1-ден 3 алсақ минус 2. Минус 2-ның квадраты 4. 3-ті 4-ге көбейтсек 12, яғни 10 таңба шықты. Бұл аралық бізде плюс таңба болады. Келесі 3-тен кейін 4 деген санды алып көрейік. X-ның орнына 4 қоямыз. 4 қосылған 2 көбейтілген 4 азайтылған 3-тің квадраты. Жалпына квадрат тұрған әрқашанда оң таңба шығады, және мына жерде бізде оң таңба шығып тұр. 6 көбейтілген 1-дің квадраты 1 болады. 6 оң таңба. Енді бізге керегі 0-ден үлкен немесе тең аралығы. Яғни 0-ден үлкен аралығы оң таңба болған аралық, бұл екі аралық. Бұл есептің негізгі шешімі бізде немесе тең деп тұр. Сондықтан бұл нүктелердің арасы боялады. Ол деген сөз бұл нүктелер кіреді деген сөз. Яғни минус 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Және минус 2 кіреді. Бізге енді керегі ең кіші ол минус 2-ден кейінгі. Мына жерде минус 2-ның алдындағы нүкте минус 1, бірақ минус 2-ның өзі де кіретін болғандықтан минус 2-ның өзі ең кіші болып табылады. Жауабы минус 2 нүктесі ең кіші бүтін санға жатады екен. Келесі үшінші есеп шығарайық. Үшіншісі x квадрат минус 5x кіші минус x плюс 5 дейді. Бұл жерде біз x-тарды оң жаққа аударамыз. Оң жаққа аударып, және мынау 5-ті де оң жақтан сол жаққа аударамыз. Барлығын бір жаққа аударамыз. Сол кезде мына жерде x квадрат минус 5x. Мынау минус x-іміз плюс x болып ауысады. Плюс 5-іміз минус 5 болып ауысады. Және кіші 0-ден болады. Енді мына екеуін біріктіретін болсақ, бірінші x квадратты жазайық. Минус 5x плюс 1x. Яғни үлкеннен кішісін аламыз, үлкен таңбасын қоямыз. Үлкен таңбасы минус 4x қалады. Және минус 5. Кіші 0-ден. Енді бұл жерде бізде x-ның мәнін табу керек. Квадраттық теңдеу болғандықтан. Мынау квадраттық теңдеуге келетін болғандықтан біз бұны дискриминантқа теңестіріп, яғни бірінші 0-ге теңестіріп аламыз. Так, минус 5 тең 0 деп. Және осы бойынша біз дискриминант табамыз. Дискриминанттен b квадрат минус 4ac формуласы. b дегеніміз минус 4-дің квадраты 16. Минус 4 көбейтілген a дегеніміз x квадраттың алдындағы 1. Оны жазбай қосақ болады. c дегеніміз минус 5. Көбейту минус 5. Бұл жерде 16. Минус пен минусты көбейтсек плюс болады. 4-ті 5-ге көбейтсек 20 болады. Оған 16-ны қоссақ 36 болады. 36 дегеніміз ол бізде 6-ның квадраты. Осы жерден x1-ді табамыз. Минус b қосылған түбір астында дискриминант бөлінген 2a. Тең минус b дегеніміз бізде минус 4. Минусымен плюс болып кетеді. Плюс 4 қосылған түбір астынан, дискриминанттың түбір астынан бізде 6 шығады. 2 көбейтілген a 1-ге тең, яғни бөлінген 2 дейміз. 4-ке 6-ны қоссақ 10, 10-ды 2-ге бөлсек 5. x1-іміз 5-ге тең болды. x2 тең
минус b минус түбірастына дискриминант бөлінген 2a. Бұл жерде 4 минус 6 бөлінген 2. Мына жерде бізде минус 2 шығады, бөлінген 2 тең минус 1. Яғни x1 5-ке тең болды, x2 минус 1-ге тең болды. Екі нүктемізді белгілейміз. Бұл бізде қатаң теңсіздік, немесе тең деген жоқ, сондықтан боямаймыз. Екі нүктемізді белгілейміз, минус 1 және 5. Және бұл бір квадраттық теңдеу болғандықтан, және квадраттық теңдеудің x квадраттың алды бізде a 1-ге тең, яғни 10 таңба. Демек ол тармағы жоғары қараған осындай бір парабола деген сөз. Ондай парабола болса, бұл мынандай 3 аралыққа бөлгенде бізден параболаның плюс жағы, минус жағын табатын болсақ, параболаны жоғары көтерілген жағы бізде плюс, төмен жағына екі аралықтың арасы бізде минус аралықта жатады. Және мынадан жоғары көтерілетін жағы плюс аралық жатады. Орнына сандарды қойсақ та осылай шығады. Келесі бізге керек 0-ден кіші десе, онда минус аралық, яғни минус 1-ден 5-тің арасы керек. Бізге керек минус 1 мен 5-тің арасы керек. Осы жердегі минус 1 мен 5-тің арасындағы ең кіші бүтін сан. Минус 1-дің алдында бізде не тұрады? 0 тұрады. Одан кейін 1 тұрады. Одан кейін 2. Осылай кетеді. Ендеше бұл жердегі ең кіші бүтін сан бізде жауабы 0 болады. Минус 1 кірмейді, сондықтан 0 болады. Келесі 4-ші қадат. Бұлда да дәл осылай берілген екен. Мынаның барлығын біз сол жаққа ауыстырамыз. Мынаны да, мынаны да. Таңбасы өзгеріп ауысады. Минус 2 x квадрат минус x. 2x минус 2x болып барады. Минус 5 плюс 5 болып барады. Және үлкен 0-ден болады. Минус 2x квадрат. Мына екеуі бізде минус 3x береді. Плюс 5 үлкен 0-ден. Бізде мынау минустардан арылу үшін барлығын минус 1-ге бөліп тастайық. Сол кезде таңбалар бәрі ауысады. Яғни 2x квадрат плюс 3x минус 5 және үлкен деген таңбамыз кішіге ауысады 0-ден. Енді осы жерде 0-ге теңестіреміз. Квадраттық теңдеуге келді. 2x квадрат қосылған 3x минус 5 тең 0-ге деп осындай квадраттық теңдеуге келтіріп аламыз. Және дискриминант табамыз. b квадраты минус 4ac. 3-тің квадраты 9, минус 4 көбейтілген a-мыз 2-ге тең, c-мыз минус 5-ге тең. Тең 9, минусқа минусты көбейтсек плюс болады. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 8-ді 5-ге көбейтсек 40. Яғни 49. 49 дегеніміз ол 7-нің квадраты деген сөз. Осыдан x1-ді табамыз. Минус b бізде минус 3 болады. Қосылған дискриминанттан, төбірасы дискриминанттан 7 шығады. Бөлінген 2a, 2 көбейтілген a-мыз 2-ге тең. Сонда 4 бөлінген 4 тең 1-ге. x2-ні табамыз. Минус 3, минус 7 бөлінген 2 көбейту 2. Осы жерде минус 10 болады, мына жерде 4 болады. Яғни бұл жерде минус
2,4-2 дегеніміз ол мына 4-2 болды. Мына екеуін қысқартсақ 2-ден 1 болады. Сонда минус 2-ден 1 ол дегеніміз минус 2-ден 1 дегеніміз жарты дегеніміз ол 0,5. Яғни минус 2,5. Осыдан 2 нүкте шықты 1 және минус 2,5. Координата осында жасатын болсақ 2 нүктемізді. Бұл бізде қатаң болып тұр, боямаймыз. Минус 2,5 және 1 деген нүкте. Біз мынау бойынша таптық. Сондықтан ол бізде парабола, былай кеткен парабола болады, яғни минус плюс. Екі жағы плюс, ортасындағы аралық минус болады. Енді бізге кіші керек, 0-ден кіші болса, онда минус аралық керек. Яғни аралық керек бізде минус 2,5-тен 1-ге дейінгі аралық керек. Және осы жердегі ең кішкентай, яғни сол жағынан бастап, минус 2,5 кірмейді. Сондықтан минус 2,5-дің алдында бізде минус 2 деген сан бар, бүтін сан. Сонда ең кіші бүтін сан ол бізде болады минус 2-ге.